Мінеки біз бүгін шырайлы шым қаладан Тараз шаһарға зағип және нашар көретін азаматтармен бірге спорттық ойындар, яғни дойбыдан, шахматтан, тоғызқұмалақтан достық кездесуіне келіп отырмыз. Олай болса, бірге тамашалайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе, Гүлнұр Омарқызы. Мінеки бүгін Тараз шаһары мен оңтүстік өлкесінің арасындағы ұйымдастырылып жатқан достық спорттық кездесудің ұйымдастырудағы мақсаты қандай, айта кетсеңіз? Сәлеметсіз бе? Бүгінгі іс-шарамыздың мақсаты ол біріншіден біздің зағип жандарды достық турнир, достық спартакиада деп жатыр ғой. Сол бір-бірімен біздің зағип жандар танысын, араласын, сол бір-бірін таныстықтарын, достықтарын арттырсын, және де спортқа деген ықпалдарын арттырып, сөйтіп спортқа жақын болсын деген сондай мақсат көзделейміз. Мен түсінуімше, жаңағы тағдырластардың бір-бірімен араластығын арттыру сол мақсатта, алдағы уақытта. Осындай спорттың түрінің көптеп болғанын алдағы уақытта тілейміз, яғни. Рахмет сіздерге үлкен. Сау болыңыз. Қайырлы күн. Шымкент қаласының Тараз шаһары арасында нашар көретін жандар арасында спорттан кездесуде өтуде. Сіз бүгін қай спорт түрінен қатысып жатырсыз және нәтижеңіз қандай, айта кетсеңіз? Шахматтан қатысып жатырмын. Нәтиже біреуін ұттым, біреуін ұтылдым. Ойын тартымды болып жатыр. Ойнап жатыр. Өзіңізге не дейсіз, қарсыластарыңызға не дейсіз? Сәттілік тілейміз, басқа не тілейміз. Рахмет, көп рахмет сізге, сәттілік серік болсын. Мінеки бүгін Тараз шаһары мен оңтүстік өлкесінің зағип және нашар көретін азаматтар арасындағы өтіп жатқан спорттық достық кездесуі өтіп жатыр Тараз қаласында. Бүгінгі спорттық шарамыздың төрешісі Мәмбет Тоқтасынұлы. Ойын барысы қалай өтуде? Саламатсыздар, қош келдіңіздер. Құрметті шырайлы Шымкент қаласының спортшылары. Ойынды көруі зағип жандар дейміз ғой, зағип кісілердің арасындағы достық екі қаланың ортасында, оңтүстік өңірдің екі қаласының ойындары былтырдан бері қатар осындай дәстүрлі ойын жүргізіліп жатыр. Оған біз қуаныштымыз. Енді осы ойынды Алматы, Қызылорда, оңтүстік облыстарымыз қосылып, кішкене республикалық дәрежеде көтерілсе деген ойдамыз. Соған сенімдеміз, сол жөнінде жұмыс істелініп жатыр. Алла қаласа болып қалатын шығар деген ниеттеміз. Енді бүгінгі жарысқа келетін болсақ, бүгінгі жарыста жалпы 14 спортшы қатысуда. Оның ішінде шахмат, дойбының екі түрі 64 шаршы менен 100 шаршыда. Содан кейін 9-құмалақ ұлттық ойынымызда спортшылар өнер көрсетіп жатыр. Ойын тартысты өтуде, көңілден шығуда, спортсмендер жақсы дайындығы, әсіресе шахмат жағынан Шымкент қаласынан келген шахматшылардың ойындары Сабина қызымызбен тәнті болдық ойынына. Дойбышылардан тартысты өтті. Енді 64 дойбыда біздің тараздықтар сәл басымда болып отыр. 9-құмалақ әлі белгісіз тартысты өтуде. Жарыстың нәтижесі аяғына қарата белгілі болады. Спортшыларымызға тек сәттілік тілейміз.